Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз дүниетану 4-ші сынып Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі. Бүгінгі тақырыпта сен Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі туралы білесің, еліміздің бейбітшілік символын құрастыруды үйренесің. Тірек сөздер: сыртқы саясат, басымдылық, ядролық қару. Еліміз географиялық жағынан өте қолайлы жерде орналасқан. Маңызды автомобиль жолдары мен темір жолдар, әуе желілері біздің еліміз арқылы өтеді. Кез келген мемлекеттің сыртқы жағдайы оның географиялық орнына байланысты қалыптасады. Әр мемлекет экономикалық жағдайына қарай көрші елдермен байланыстыра отырады. Қазақстан Ресеймен тығыз экономикалық және мәдени байланыстар орнатқан. Екі елдің мемлекеттік шекарасы да тым ауқымды. 1991 жылы КСР одағынан кейін тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Қазақстанның оңтүстіктегі жақын көршілер Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, сондай-ақ тмд-ның басқа да елдерімен достық іскерлік қарым-қатынастары артып келеді. Қытай елінің Қазақстанмен арадағы сауда байланысты Ресейден кейінгі екінші орында. Қазақстан, ақш, Франция, Германия сияқты әлемдегі жетекші елдермен де жан-жақты байланысты.